Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге восточный немесе шербет деп аталатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл пирог сладкоежкаларға арналған, себебі дәмі өте тәтті болып келеді. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне мұздай сары майымызды осындай үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Кейін қолдың көмегімен екеуін бірге араластырып үгітіп шығамыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды, сахарный пудрамызды және де 3 ас қасық салқын суымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Және де осы жерде 1 шай қасық разрыхитель қосамыз. Барлық құрамын описанияға жазып қалдырып кетемін. Бұл жерде сол құрамдағы ұннан ешқандай артық ұн қосқан жоқпын. Міне біздің қамырымыз осылай қолға жабыспайтында жұмсақ болып шығу керек. Енді осындай формаға жақсылап осылай қолдың көмегімен жайып, әдемілеп шығамыз. Сіздерде бұндай форма болмаса, кез келген басқа формаға осылайша жайып шықсаңыздар болады. Ең соңында қасықтың немесе стаканның түбімен осылайша тегістеп шығамыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін курага, изюм, грек жаңғағы және де құрманы пайдаландым. Барлығын осылайша үлкендеу етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Құрманың ішіндегі дәнегін алып тастап, оны да 3-4 бөлікке бөліп тастаймыз. Біздің салмамыз дайын. Енді формадағы тестаның үстіне осылайша біркелкі етіп салып шығамыз. Оның үстіне 1 банка сгущенный молоко қосамыз. Мен осыны 3 желаниянкін пайдаландым. Менде холодильникте тұрғандықтан осылай кішкене қаттылау болып, қоюлау болып тұр. Сіздерде бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, сұйық болып өзі жайылады. Немесе мен сияқты қасықпен жайып шықсаңыздар болады. Міне қарасаңыздар шет-шетіне тимей қалған. Мен соны қасықпен жайып шықтым. Қызып тұрған пеште 180-190 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Менікі кішкене ұзақтау тұрғандықтан беті осылайша қатты қызарып кетті. Бұлай да әдемі көрінеді, және де бетіне осындай арахистер сеуіп жібердім. Немесе ақшылдау қылып алсаңыздар да болады. Дәмі өте тәтті болады. Сіздерге осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған арайлым.